Биологияны ОБТ-да таңдап жатқан барлық оқушыларға сәлем. Менің есімім Малика, және мен биология пән мұғалімімін. Бүгін біз сендермен ОБТ базасының тесттерін талдайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Өсімдіктерге және жануарларға тән белгілері бар ағзалар дейді. Прикольно, я? И өсімдікке ұқсас болу керек, и жануарға ұқсас болу керек. Бұндай ағза бізде саңырауқұлақ болып есептелінеді. Ол тірі табиғаттың жеке паршалығы, оған өсімдіктерге де және жануарларға да тән белгілері бар. Мысалға, жануарлар сияқты олар гликогенді қор ретінде жинайды, ал өсімдіктер сияқты қозғалмай өседі деген сияқты. Хорошо, дәш кеттік. С дәрумені жетіспегенде туындайтын ауру дейді. Егер де С дәруменінің гиповитаминоз болатын болса, яғни төмен болатын болса, то бізде дамитын ауру цинга деп аталады. Цинга немесе оның қазақшасы екінші атауы құрқылақ. Оқушылар естерінде болсын. Биология именно қазақша ОБТ-да бір сөздің екі түрлі мағынасын сұрайтын болады. Так что аурулардың немесе термин сөздердің екі түрлі аттарын жатқа біліңдер. И давайте вариант бойынша жұмыс істеп басқа ауруларды қарастырып кетеміз. Мынақта не айтып отыр? Ақшам соқыр ауруы бізде А витамині жетіспегенде пайда болады, рахит ауруы бізде Д витамині жетіспегенде пайда болады, ал бері-бері Б витамині, Б1 витамин точнее. Дәл кеттік. Түрішілік күреске мысал дейді. Тіршілік үшін күресте ол бізде екіге бөлінеді. Түрішілік және де түр аралық. Түрішілік десе организмдер бір түрден шығу керек, вот просто бір түрден. Ну, давайте варианттармен оқып шығамыз. Қасқырдың бөкенге шабуылы. Но қасқыр мен бөкен бір түрге жатпайды. Арам шөп пен мәдени шөптер арасынан күрес тоже бір түрге жатпайды. Желді жерлердегі құстардың қанаттарын мықты болуы вообще ешқандай күрес емес. Ормандағы қарағайлардың жарық үшін бәсекелестігі дейді. Вау! Вот мына бір жақтағы вариант сәйкес келеді. Ормандағы қарағайлардың дейді. Яғни қарағайлардың арасында болып жатқан күрес, олар кім жарыққа тезірек жетеді деп бір-бірінің бойларын өсіру арқылы күреседі, яғни тіршілік үшін күреседі. И осылай бәсекелестікке түседі. Сондықтан да Д варианты. Төртінші сұрақ. Сомалық жүйке жүйесі басқарады дейді. На самом деле адамның жүйке жүйесі қызметі бойынша екіге бөлінеді. Сомалық және де вегетативті. Сомалық дегеніміз адамның еркіне бағынады, яғни біз өзіміз басқара аламыз, және де біз басқара аламыз өзіміздің қаңқа бұлшықеттерін. Мысалы қараңдар, қолымды былай қозғалтқым келді, қозғалттым, былай қозғалтқым келді, қозғалттым, жүгіргім келді, жүгірдім деген сияқты да. А вот вегетативті жүйке жүйесі ол ішкі мүшелердің жұмысын басқарады. Мысалға мен қазір басқарамаймын қалай бүйректерде зәр түзіліп жатқаны, немесе там жүректің соғуын, өкпенің қозғалуын деген сияқты да. Вот оны бізде ішкі мүшелердің жұмысын вегетативті жүйке жүйесі басқарады, и ол адам еркіне бағынбайды. Дәл кеттік. Эластинді қозуға қабілетті мембрана дейді. Эластинді болу керек еще қозуға қабілетті болу керек. Бұның жауабы бізде сарколема болады. Сарко грек тілінен аударғанда дене деген мағына біледі. Лема типа мембрана. Сарко деген сөз көретін болсындар, бұның барлығы бұлшықетке қатысты деген сөз. И мио дегенді көретін болсындар, ол латын тілінен аударғанда, я. Вот сарколема дегеніміз ол бұлшықеттің, яғни миоциттің, бұлшық жасушасының мембранасы болып есептелінеді. Және де ол қозуға қабілетті, неліктен өйткені оған постоянно там жүйке импульстері әсер етіп, ол жиырылып отыратын болады. Келесі сұрақ. Түр ареалдарының бірнеше оқшауланған бөлікке бөлінуінен, қараңдар, оқшауланған бөлікке бөлінуінен басталатын түр түзілу түрі дейді. Түр түзілу, яғни эволюция барысында бетіп организмер келе жатады, бір түр болып, потом бір нәрсе болады, и олар екіге бөлініп кетеді. Мысал ретінде там, не знаю, есек, жылқы, арыстан, жолбарыс деген сияқты да, ну, мысал ретінде. И осындай түр түзілудің екі түрі бар бізде. Симпатриялық және де аллопатриялық. Сұрақ бойынша оқшауланған бөлік десе, сразу ол бізде аллопатриялық болады. Симпатриялық ол табиғи мутациялардың әсерінен болатын түр түзілу. Уқты, уже 7-ші сұраққа келіп қаппыз. Кстати, мен өзім таныстыруды ұмытып кетпін. Мен биологиядан дайындайтын репетитормын, және де өзімнің авторлық ең атақты ProBio деген курс бар. Осы курста мен уже 2500-ден астам баланы осындай авторлық методика арқылы биологияны өте жеңіл оқытып шықтым. Егер де біздің курс жайында толығырақ білгілерің келсе, біздің Инстаграмға жазыңдар. Ал біз дальше нұсқа талдауға кеттік. 7-ші сұрақ. Ұрық жапырақшаларының мезодерма қабатынан пайда болады дейді. Ұрық дегеніміз не? Мысал ретінде сперматозоид пен жұмыртқа жасушасы бір-біріне қосылады да бізде ұрықты береді.
болашақ адам или жануар деген сияқты. Бұны басқаша бізде зигота деп атау мүмкін. Енді осы бір жасуша түзілді ғой бізде, одан болашақта бір дене мүшелер түзілу керек. Ең бірінші оларда ұрық жапырақшалар пайда болады. Және де олар үшеу. Эктодерма, энтодерма и мезодерма деген сияқты. И бізден сұрап тұр, ұрық жапырақшасының именно мезодерма қабатынан қандай мүше пайда болады дейді. Мезодерма қабаты ортаңғы қабат болғандықтан, ол жақта бізде түзіледі міндетті түрде дәнекер ұлпасына қатысты нәрсенің барлығы. Ал мына дәнекер ұлпасына қатысты мен тек қана дәнекер ұлпасының сұйық түрі қанды көріп тұрмын. Бұдан бөлек сүйек, шеміршек, сіңір, одан кейін барып бұлшықет қалыптасады. Вот. Дәлш кеттік. 8-ші сұрақ. Шығу тегі, құрылысы мен қызметі бірдей жасушалар дейді. Яғни жасушалар болса, значит олар өте көп болып бірігіп тұр деген сөз. Ал жасушалардың бірігуі именно құрылысы бойынша, қызметі бойынша, шығу тегі бойынша ол бізде ұлпа болады. Вот көрдіңдер ма? Дәл осы сұрақты керісінше көп жауаптық сұраққа айналдыруға болады. Мысалға, ұлпаға тән қасиеттер десеңдер, шығу тегі, құрылысы и қызметі бірдей жасушаларды таңдайтын едіңдер. Дәлш кеттік. 9-ші сұрақ. Мейоз нәтижесіне түзіледі дейді. Давайте мейозға анықтама беріп кетеміз. Мейоз дегеніміз ол жасушаның бөлінуінің бір түрі. Ал именно қандай жасушаның бөлінуі? Жыныс жасушалардың бөлінуі. И мынақта жауабы бізде тұр. Мейоз нәтижесіне бізде жыныс жасушалар бөлінеді. Бұдан бөлек оның бауыры бар. Оның бауырының аты митоз. Митоз арқасында бізде бөлінеді дене жасушалары. Немесе оларды сома деп атайды. Келесі кеттік, 10-ші сұрақ. Ағза ішіндегі патогендерді жоятын заттар дейді. Хорошо. На самом деле патоген дегеніміз ол бізге зиян тигізетін заттар, немесе там бактериялар деу мүмкін. И осыларды ағза ішінде бізде өлтіреді именно антибиотиктер. Егер де біз бактериялық ауруға шалдығатын болсақ, біз міндетті түрде антибиотик қабылдауымыз қажет. Противовоспалительный процесті тоқтату үшін да. Ал егер де ағза сыртындағы бактериялар жойғымыз келсе, біз антисептиктерді қолданатын едік. Бұл сыртында болады. Сыртында. Вот солай балапандар. Дәш кеттік. Бірінші деңгейдегі консумент дейді. Окей. Бұл бізде биологияның именно пирамидаларға, қоректік тізбекке арналған сұрағы. И бізде осы консументтер бірінші реттік, екінші реттік, үшінші реттік деп бөлінеді. Егер мынандай пирамида болатын болса, қоректік тізбекте. Осылай, я. То бірінші реттік консумент именно осы жақта тұрады. Ал бұның астында өсімдіктер тұрады. Оларда бізде продуценттер деп атайды. Өсімдіктер. И бірінші реттік консументтер сол өсімдікті жейтін шөп қоректі жануарлар болады. И давайте біз мынаяқтан қараймыз. Кім бізде мынаяқта шөп қоректі жануар? Бұл бізде шегіртке. Шегіртке, кстати, егістік алқаптарын өте қатты жейді. Вот. Екінші реттік консумент десе, ол уже жыртқыш жануарлар болады. Мысалы, қасқыр деген сияқты да, или бүркіт болуы мүмкін. А вот жоңышқа мен балдар, олар бізде астындағы өсімдіктер, олар продуценттер болып саналады. Дәл осындай тест талдауларды біз пробио курсында аптасына 2 рет жасаймыз. Мен осылай отырып, балалармен бірге реально өмірдегі режимда, Google Meet'та немесе Zoom'да отырып, осылай біз бірнеше нұсқаларды талдаймыз. Аптасына 2 рет. Сөйтіп, ұбытыға көңілді күймен дайындаламыз. Дәш кеттік. 13-ші сұрақ. Физикалық мутаген дейді. Жалпы мутагендер бізде 3-ке бөлінеді. Физикалық, химиялық және де биологиялық. Мутаген дегеніміз мутацияны шақыратын заттар. Нені бізде мынаяқта мутацияны шақыру мүмкін? Именно физикалықтан. Әрине рентген сәулелері. Егер де олар шектен тыс қолданатын болса, адамда рак дамиды мутацияның кесірінен. Вот бактериялар немесе вирустар, олар бізде биологиялық мутагендер болып табылады. Тоже адамның денесіне мутация шақыру мүмкін. Ал этилимен және де алкалоидтер, олар бізде химиялық мутагендер болып табылады. Вот так. Дәш кеттік. Қор жинау қызметін атқаратын терінің 3-ші қабатындағы бөлігі дейді. Тері бізде 3 түрлі қабаттан болады. Біріншісі эпидермис, екіншісі дерма, үшіншісі май жасұнық қабаты, немесе май клетчаткасы деп атайды. Оның қызметі механикалық соққыларды жеңілдету, жылуды сақтау және де қоректі сақтау. Сондықтан да, например, қысқы ұйқыға кеткен жануарлар өздерінің терісіне өте көп май қабатына қоректік заттарды жинайды, сөйтіп қысқы ұйқыға кетеді. Вот так. Дәш кеттік. 15-ші сұрақ. Өкпеде газ алмасу. Балапандар, сендер байқасаңдар,
біз қазір ұбт базасының нұсқасын талдап жатқан кезде әртүрлі тақырыптарды көрдік, анатомияны көрдік, бағана еще нені көрдік, генетиканы көрдік, эволюцияны көрдік, еще экологияны көрдік деген сияқты, ботаниканы көрдік. Енді қараңдар, ұбт-ны сәтті түрде 45 балдан 45-ке немесе хотя бы 40+ тапсырып шығу үшін сендер бүкіл тақырыптарды білу керексіңдер. Например, биологияда андай нәрсе жоқ, мен мына тақырыпты ғана оқысам, плюс 3 бал аламын, немесе плюс 10 бал аламын деген сияқты. Робот ұбт сұрақтарын талдаған кезде әрбір тараулардан бізде сұрақтарды алады. И біз пробио курсында осы, чтобы балалар тезірек ұбт-да бал жинау үшін, әрбір тарауды жеке-жеке оқытып шығарамыз. Дәл қазіргі кезде бізде пробио курсында 3 айлық интенсив курс бар, яғни 3 айдың ішінде сендер бүкіл биологияны оқып шығасыңдар. Дәл кеттік. Өкпедегі газ алмасу дейді. Өкпеде газ алмасу қалай жүреді? Вена артерияға айналады дейді. Мен бірінші варианттан дұрыс жауабын көріп тұрмын. Көрдіңдер ма? Вена артерияға айналады дейді. Басқа жауаптарды көрейік. Артерия венаға айналады, вена көміршіл газына қанығады, артерия жоғшыға оттегін береді, вена жоғшыдан қанға өтеді. Жоқ. Бүкіл организмде былай болады бізде. Біз өкпемізге ауаны жұтқан кезде біздің қанымыз оттекке қанығады. Потом ол не істейді? Артерия қанына айналады. Потом бүкіл денеге оттекті беріп шығады, көмір қышқыл газын жинайды. Потом оны өкпеге алып келеді. Өкпеге келген кезде қан уже вена болады, вена қаны болады, яғни көмір қышқыл газына қаныққан қан болады. Потом ол оны шығарып, қайтадан артерия қаны айналады. Өстіп бізде газ алмасу жүреді. Яғни бір газды алып кетеді, бір газды бер жүреді. Яғни газды алды алмастырады деген сөз. Дәл кеттік, 16-шы сұрақ. Эмбрионалды бағаналы жасушаның мезодермал ұлпасында қалыптасады деді. Уқты көрдіңдер ма? Уже осы тақырыптан, яғни эмбриологияны, осы қай ұрық жасушасының қай қабатына не түсіледі деген зат ұбт-да көбірек кездеседі, так что оны жатқа білу керек. Бағана мен сендерге айттым, мезодерма қабатынан дәнекер ұлпасына қатысты нәрсенің барлығы түседі деп. Сондықтан да мен яқты көріп тұрмын сүйекті. Сүйек дәнекер ұлпасының қатты түрі. Бұдан бөлек мезодермадан еще бұлшықет қалыптасады. Бұлшықетке қатысты нәрсенің барлығы. Хорошо, дәл кеттік. Келесі 17-ші сұрақ. Өсімдіктердің жүйелік категориясының дұрыс реттілігі дейді. Жүйелік. Қалай біз өсімдіктер жүйелейміз? Бұл жақта дұрыс жауап Е болады. Мен уже сразу көріп тұрмын. Патшалық, бөлім, класс, қатар, тұқымдас, туыс, түр. Прикиньте, наверное, көбісін, когда ботаниканы өтіндер, немесе систематиканы өтіндер, или балалар өтеді ғой, сол кезде даже осындай мелочь заттарға назар аудармай кетеді. Но ұбт-да еще мынандай ловушка сұрақ бар, что патшалықтан кейін не орналасады, или бөлімнің алдында не бар деген сияқты, да? Бұл өсімдіктердің жүйелік категориясы, 7 заттан тұрады, сендер осыны прям реттілігімен жатқа білу керексіңдер. Кстати, осы мен пробио курсында балаларға осы ұбт-да не келеді, не келмейді, қандай лайфхактар бар, немесе неге көбірек көңіл бөлу керек деген сияқты заттарды көбірек айтамын. И мен инстаграмға жазылыңдар, сол инстаграмда тоже бөлісемін осы заттармен. Дәл кеттік. 18. Дабыл жарғағымен бітісіп кеткен сүйек дейді. Дабыл жарғағымен бітісіп кеткен сүйек бізде балғашық болады. Егер дабыл жарғағы болса, яғни барабан деп атайды оны, потом яқта кетеді балғашық, төстік и үзеңгі деген сөз болады. Балғашық, төстік, үзеңгі. И балғашық ол осы бізде дабыл жарғымен бітісіп кеткен ең бірінші сүйек болады. И адам денесіндегі ең кішкентай сүйектер болып табылады. Дәл кеттік. Бауыр мен бұлшықетте кездесетін көмірсу. Бұл көмірсу бізде гликоген болып табылады. Жануарлар бізде бауырға, бұлшықетке и жүрек бұлшықетіне өте көп гликоген деп аталатын полисахаридті жинақтайды. Егер де сендер білетін болсаңдар, гликоген дегеніміз ол бізде глюкозаның қалдықтарынан тұратын күрделі полисахарид болып табылады. Оны организм не үшін жинайды? Чтобы оны кейін ыдыратып, глюкозаға айналдырып, и глюкозадан дальше АТФ түзу үшін. Оқушылар, егер де сендер қазір, ұбт тапсырайын деп отырсаңдар, және де менің айтқан кейбір заттарымды түсінбей жатсаңдар, значит, сендер әлі дайын емессіңдер. Сендерге срочно барып теорияны оқу қажет. Өйткені база любой моментте осады, ал егер сенде мықты теория бар болатын болса, то оны сенен ешкім тартып ала алмайды. Так что көп теорияны оқу керек. Дәл кеттік. Генетика. Ди гетерозиготалы ағза генотипі дейді. Супер.
Гетерозиготалы дегеніміз не? Гетерозиготалы әртүрлі деген сөз. Ди дегеніміз екі деген сөз. Получается, екі әртүрлі геннен құрылған генотип. Так, ол бізде вариант бойынша мынау болады. Неліктен именно Д варианты? Өйткені үлкен А кішкентай А, үлкен Б кішкентай Б. Екеу ма? Екеу. Әртүрлі ма? Әртүрлі. Сондықтан да бұл бізде дигетерозиготалы болады. Мынау бізде моногетерозиготалы бір ғана несі бар. Мынау то же самое. Мынау, например, гомозиготалы, бірақ ешқандай гетерозиготалысы жоқ. Гомозиготалы. Да. Мынау то же самое. Так что, мына вариант дұрыс болады. Енді контекст сұрақтарына келейік. Контекст дегеніміз не? Жалпы, ұбт-да бізге мынандай бір текст береді, и одан кейін барып біз сол текстті оқимыз, сурет болса суретпен жұмыс жасаймыз. Мынандай нәрсе болады, что бұл тоже ловушка ретіндегі сұрақ. Саған просто так кейбір сөйлемдерді беру мүмкін, бірақ ол қазір контекст талдайтын сұрақтардың ішінде жоқ болуы мүмкін. Вообще, прям жоқ болуы мүмкін, да? Сондықтан да сен ұбт-ға барғанда бүкіл теорияны жақсы білу керексің. Ну, давай біз мына текстті оқимыз семен. Заттардың тасымалдануы. Транслокация дейді. Транслокация еріген қоректік заттардың түтікшелі өсімдіктердің бір бөлігінен екінші бөлігіне жылжуы дейді. Оған топырақтан тамыр арқылы ксилема ұлпасынан минералдар мен басқа да биорганикалық тұздардың өтуі, сонымен қатар қанттар мен басқа да органикалық қосылыстардың жапырақтың өсімдіктің басқа бөлігіне флоема ұлпасына арқылы жылжуы дейді. Яғни мына жақта не түсінуге болады? Яғни ксилема мен флоема бар, өткізгіш ұлпа, и осылар арқылы заттардың тасымалдануы бізде транслокация деп аталады. Бәріміз бұны, наверное, ботаникадан білетін шығармыз. Дәл кеттік. Заттардың тасымалдануы үшін суда еріген күйде болу керек. Ал судың тасымалдануы дейді апопластық, симпластық, вакуольдік жолдар арқылы жүзеге асады. Жапырақтарға су ксилема түтіктері арқылы енеді. Ксилема мен флоема жоғарғы сатыдағы немесе түтікті өсімдіктердің өткізгіш ұлпасын құрайды дейді. Жоғарғы сатыдағы немесе түтікті өсімдіктердің өткізгіш ұлпасын құрайды дейді. Бұл не деген сөз? Төменгі сатыда бізде балдыр жатады. Балдырда ешқандай ұлпа болмайды. Ал ксилема мен флоема дегеніміз ол өткізгіш ұлпа болып саналады. Ал тамырдағы су жасуша қабырғасы бойымен қозғалып, энтодерма жеткенде су өткізбейтін суберен затты тосқауыл болады. Суберен жинақталып, Каспари белдеуін құрады дейді. Окей, өте ұзақ текст, контекстте берген, мынандай бір сурет беріп қойған. Но пока что бұл суретпен жұмыс істемей тұрайық, көрейік, дәл осы оққан біздің біліміміз контекст сұрақтарын шешуге көмектесе ме? Кеттік. Бірінші сұрақ, флоема арқылы тасымалданады. Не тасымалданады флоема арқылы? Ну, көмір су тасымалданады. Өйткені флоема бізде органикалық заттарды тасымалдайтын өткізгіш ұлпасы. Мынаның барлығы қалған варианттар биорганика болып табылады. Ерте көктемде ағаштардың дінінде құлақ салып тыңдағанда ерекше шулы дыбыстан естілу себебі дейді. Бұның жауабы бізде заттардың қарқынды тасымалдануынан болады. Өйткені ерте көктемде ағаштар оянып, бізде көбірек заттарды тасымалдап вегетативті кезеңге көшетін болады. Келесі сұрақ. Заттардың тасымалдануы жоғарғы ағыс жолы дейді. Яғни жоғарыға қарай тасымалдану дейді. Бұл бізде ксилема болады. Өйткені ксилема бізде тамырдан өсімдіктің жоғарғы бөліктеріне заттарды жоғары, яғни төменнен жоғарыға қарай тасымалдайды. Апопластық тасымалдану жолы дейді. Балапан, помнишь, что біз бағана текст оққан кезде мынаяқтан мынандай затты айтып кеткен болатынбыз. Апопластық, симпластық және вакуольдық судың тасымалдануы бар деген сияқты. Вот осы жақта мына бір суретті кәсімен қолдансақ болады. Давай мен мынаны өзгертіп аламын. Енді қара, апопластық дегеніміз жасушаның қабырғасы арқылы тасымалдану. Мынаны көріп тұрсың ба? Вот мынаны. Жасушаның қабырғасы арқылы бір заттар жылжып жатыр, бұны былай оранжевый стрелка. Вот осы бізде апопластық заттардың тасымалдану болады. Симпластық дегеніміз ол бізде цитоплазмалық көпіршелер немесе плазмодесмалар арқылы тасымалдану болады. Вот мына цитоплазма мына бүйтіп бір-бірімен жалғасып какой-то көпір түсіп тұрған сияқты болады. Бұл бізде енді симпластық тасымалдану болады. Одан кейін вакуольдық дейді. Мынау өте көп пространстводан алып тұрған шар тәрізді нәрсе, ол вакуоль екенін сразу білуге болады. Егер жасушаның құрамын білсек, вот апопластық, симпластық және вакуольдік. Ендеше дәл кеттік бағанағы сұраққа оралайық. Апопластық тасымалдану жолы. Ол бізде жасуша қабырғасы мен болады. Вот. Симпластық десе цитоплазма арқылы белгіленеді. И келесі контекстің сұрағы, судың симпластық тасымалдануының басқа тасымалданулардан салыстырғанда жеңілірек болу дейді. Симпластық дегеніміз бағанағы цитоплазма арқылы болды, я?
Так что бұның жауабы бізде цитоплазма қозғалысына байланысты болады. Вот так. Енді қараңдар, егер де сендер тақырыпты өте жақсы білсеңдер, то контексттен 5 балдан 5-еуін алуға болады. Егер де тақырыпты нашар білсең, тек қана контекстке ғана байланып қаласың, и то не факт кейде контексттің текстінде жазып қойған нәрсе сенде тестте берілетін ше. Сондықтан да тақырыпты жақсы оқуларын шарт балапандар. Енді көп жауаптық сұрақтарға көшеміз. Дәш кеттік. Жүрегі 4 қуысты ағзалар дейді. Жүрегі 4 қуысты ағзаларға біздер жатады сүтқоректілер және де құстар. Дәш кеттік. Енді мына таңдаймыз. Так, сиыр сүтқоректі, арыстан сүтқоректі, үйрек құс болып саналады. Так что вот 3 вариант. Түтік тәрізді ұзын сүйектер дейді. Түтік тәрізді ұзын сүйектерге бізде мына жатады не? Тоқпан жілік, ортан жілік и білек сүйектері. Вот, білек сүйектері, тоқпан жілік, ортан жілік, мынау біздің санымызда. Қалғандардың барлығы біреуі кішкентай сүйек, біреуі жалпақ сүйек болып табылады. Қол сүйектері дейді. Уқты, қол сүйектері. Вот, тоқпан жілік дегеніміз міне мынау. Так, шынтақ сүйек и кәрі жілік. Мына бір жақта орналасқан. Осы бізде қол сүйектері болады. Дәш кеттік. 29-шы сұрақ. Сахарозаның құрамына кіретін көмір сулар дейді. Сахароза дегеніміз бізде дисахарид болып табылады. И ол 2 моносахаридтен тұру керек. Бұның жауабы бізде фруктоза және де глюкоза болады. Вот сахароза бізде осындай 2 моносахаридтен тұрады. Балапандар, бұл енді көп жауаптық сұрақтар, кейде 2 вариант дұрыс болуы мүмкін, кейде 3 вариант дұрыс болуы мүмкін. Нені белгілегеніне байланысты саған балл беріледі. Дәлше почти аяқтап қалдық. Шыдандар. Қолдан сұрыпталудың түрлері дейді. Қолдан сұрыпталудың түрлері бізде мақсатсыз және мақсатты болмаса әдістемелік дегенді белгілейсіңдер. Вот так. Дәлше кеттік. Келесі 31-ші сұрақ. Нефрон капсуласы орналасады дейді. Ух ты, опять анатомия. Кстати, про био курсында, мен автор курсында біздің балалар анатомия бөлімін өте қатты жақсы көреді. Ол жақта бізде бақандай 20 сабақ бар. Бірақ та сабақтардың ұзақтығы 7 минуттан 30 минутқа дейін. И осылай ойнап күліп отырып, өте күшті картиналармен, кстати, біздің курста еще дайын конспект бар, қолда ауыртудың қажеті жоқ. Сөйтіп балалар отырып, бүкіл анатомия 20 сабағын өтіп тастайды. Вот. И давайте біз сұраққа оралайық. Нефрон капсуласы орналасады дейді. Нефрон дегеніміз бүйректің функционалдық бірлігі. И ол бүйректің именно қыртысты қабатында орналасады. Бүйрек өзі 2 қабаттан тұрады. Мыйлы және қыртысты. Келесі сұрақ. Опять анатомияны көріп тұрмын. Бұлшықеттердегі орналасуы бойынша жүктеу түрлері дейді. Өздерің білесіңдер, адам ағзасында 600-ден астам бұлшықеттер бар. Және де олар бір-бірлеріне орналасады. Енді жеке-жеке орналаспайды, ол бірінің бетін бірі жабуы мүмкін. Соған байланысты бұлшықеттердің орналасуы бүйірлік және ортасында сыртқы және ішкі, беткейлік және терең бұлшықеттер болып бөлінеді. Келесі сұрақ. Эктодермадан түзілетін жүйелер. Уқты, біз бағанан бері сендермен мезодерманы қарастырдық, енді давайте эктодерманы қарастырамыз. Эктодерма сыртқы ұрық жапырақшасы деген мағына білдіреді. Және де біздің сыртымызда не бар, соны барлығы жатады. Мысалға тері жабыны, шаш, тырнақ деген сияқты. Сонымен қатар эктодермадан жүйке жүйесіне қатысты бүкіл нәрселер түзіледі. Өйткені біздің сыртымызда терімізде рецепторлар бар, көз бар, сезім мүшелері бар деген сияқты. Так, давайте таңдайық. В варианты жүйке жүйесі болады мынаяқта. И сезім мүшелері жатады. Мынаяққа мүшелер деген сөз симай қапты. Сезім мүшелері жатады. Например, көз, құлақ деген сияқты да. Так, ас қорыту, тыныс алу, жыныс, тірек қимыл, мыналар жатпайды. Бұлар басқа ұрық жапырақшаларын түзіледі. Предпоследний сұрақ, шыдандар, кроссинговер туралы дұрыс тұжырымдамалар дейді. Давайте тыңдап жүрейік. Кроссинговер бізде бірінші мейоздың профазасына жүреді. Және де ол бізде гомологты хромосомалардың айқасуы деген мағынаны білдіреді. Вот, осы бізде 2 варианттық сұрақ. И соңғы сұрақ. Полипептид тізбегінің гендегі дейді ақпараттық РНК негізінде ақпаратқа сай түзілуі. Егер ақпараттық РНК бізде ақпаратты жазып алса, потом одан полипептидтік тізбек түзілетін болса, бұл бізде трансляция болады. Яғни нәрөздің синтезі.
Сонымен оқушылар, біздің тест талдауымыз сендерге ұнады деген үміттемін. Біз аяқтаймыз. Және де өте көп пайдалы мәліметтерді білгілерің келсе, менің Instagram парақшама жазылыңдар. Ол жақта мен Reels видеоларында, Stories форматта және де өзімнің посттарымда өте көп пайдалы заттарды беремін. Және де мен парақшама жазылуды ұмытпаңдар. Мынаяққа прям просто звоночкты қойып қойыңдар, өйткені апта сайын мен өте көп жаңа видеолар шығарып тұрамын. Всем пока!